болады өйткені 0 ал болады, иә, келісемін онымен. жеті ол х болады өйткені ол бұрысы ол жазылған кезінде жеті ол жазылады сызылып. Жігіттер, кітап көп оқимыз. Сендер тілдер дұрыс шықпай жатыр. Қараңыздар. Енді шығарған дұрыс. Енді қараңдаршы, мына бұл есеп шығару үшін мен бүйтем. Қарасаңдар, ең көп кездесетін сан қайсы? 0 ғой, қара. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жақта ең көп кездесетін сан қайсы? 1, 2, 3, 4, 5. Значит, 0 неге тең? 0 аға. 0 аға тең, Значит, мен бүйтіп шығамын. Қара, мына не істеймін мен? Қараңыздар, мынаған не істеймін? Мынаған 0 қоям, мынаған 0 қоям, мынаған 0 қоям, мынаған 0 қоям, мынаған 0 қоям. Келісесіңдер ма? Иә. Енді балар, негізгі идея сынауда неше рет kesеді, соны табасыңдар. Ал енді 0-ден кейін ең көп kesетін сан қайсы? 75, біріншісі, екіншісі. Жоқ, тұра тұр. 0-ден кейін ең көп kesетін цифра қайсы? 7 ғой. Иә. 7 мына жерде біреу бар, мына жерде біреу бар. Екеу бар жалпы. Ал мына жақта 2 рет kesетін қайсы? Әріп. Қай әріп? Қай әріп мына жақта 2 рет kesеді? Точно 2 рет kesеді. Ф-мен А емес. Ф, конкретно Ф. Аны не үшін қосып жатсың? А 5 рет kesеді ғой. Конкретно Ф. Значит, мынау Ф 2 рет kesеді, мына жерде Ф 2 рет kesеді. Значит, 0,7-ге не түсіп тұр екен? АФ түсіп тұр екен. Значит, 0,7-дің мәні АФ-ке тең болады. Бала, түсінікті ма, түсініксіз ба? Түсінікті. Түсінікті, иә? Жақсы, кеттік онда. Келесі есеп. Енді келесісі қиындау болады енді. Бірақ шығарып көріңдер, сендер дарынды баласыңдар ғой. Қазір білмейді. Так, мынаны өшірейікші. Этаж жерде ғой. Так. Так, міне екінші есеп, міне. Ал енді шығарып көріңдер. Енді мынау қиындау, мынаған қарамай-ақ қой. Астына үстіне қарамай-ақ қой, давай шығар. Соң асықпашы, жаңа ең соңында Асқат жіберді, Асқат қана дұрыс шығарды. Сендердің дүниелерің өтірік шығардыңдар, қате қылып. Ондай керек емес маған. Анау екінші есеп тұр, Али деген қай сан болады? Давай тап. Негізі ең көп кездеседі, ең аз кездеседі деген іздеу тәсілі өте дұрыс тәсіл. Давай тап. Асықпа бірақ. Асықпа дедім ғой мен сендерге. Не жіберіп жатсың? Асықпасай, сен ешкім қуып жатқан жоқ қой. Лучше басында жіберіп, қате шығарғанша соңында жіберіп, дұрыс шығарсай. Менде қате ма, ағай? Қазір. Так, давайте үшеуің жіберіңдер, потом тексеремін мен. Екіде Айбол дұрыс екен. Молодец. Подсказка, балалар, қай сан көп кездеседі, соған қара, сол кезде жауабын тауып қоясың. Қазаға жіберем.
Так, так, Асхат, қате. Жармұхамед, не жаздың, Жармұхамед? Адам түсінбейді ғой сенің жазғаныңды. Не жаздың? Дұрыстап шығарсайшы. Балалар, қайтадан айтамын, қай әріп көп кездеседі, соған қара. Бірінші солардың проблемасын шешесің, сол кезде есеп шығады. Или негізі бұл жерде одан да оңай тәсіл бар негізі. Подсказка тастайын ба? Қараңыздар. Подсказка мынау. А болып қайталанып тұр. Бірінші подсказка осы. А болып қайталанып тұр. Енді суретке қараңдаршы. Балалар, А болып қайталанып тұр. Байқадыңдар ма? Жеті. Иә, А7 болады. Не үшін? Өйткені 757-те екі рет қайталанып тұр. Молодец. Онда мынау қара. Дұрыс айтады, иә? Өйткені қара, А болса, мына жақта 7 болады. Значит, мынау 7 болады. Мынау неше болады? Мынау да 7 болады. Дұрыс па? Дұрыс қой, иә? Иә. Мынау 7 болады. К5 болды. Ага. Жақсы. Значит, уже шығып қойды есеп негізі. Значит, дальше қалай болады? Дальше. Уже қалғандарымен жұмыс істеп керек емес сияқты, иә? Аға, мен шығарып жатырмын. Аға, мен істедім ғой. Білем ғой, Айбол, сен істеген. Түсінген жоқсың ба, Алинұр? Аға, мен қазір берем. Жоқ, сен жібере берсең, мен Алинұрға түсіндірем. Алинұр, в общем, саған былай дейді, саған код берілген да, код. Ана кинода білесің бе, сейфтің кодтарын беріп қояды ғой, парольдарын. Соны ашу керексің ғой, сондай пароль ғой мынау, в общем. Саған мынандай пароль берілген, мынандай пароль берілген. Осы екеуіне қарап тұр керексіңді, Али деген қайсанға сай келетін табу керексің ғой, в общем. Ау? Енді мен парольді ашу үшін енді қара, подсказка бар мына жерде. Подсказка мынау екі сан. Қара, А болып тұр ма? 7 болып тұр. Значит, мынау 7 болады, мынау 7 болады, мынау 5 болады. Дұрыс па? Иә. Кім, Нұрали ма, Алинұр ма, кім? Кесесің ба? Асхат, дұрыс. Кесесің ба? Енді қара, ең қызы қара. Сен аның бәрінің орнына онда неше қоясың? 7 қоясың, қара. Енді қарашы, бізге аның орнына 7 қоясың. Енді мынау не болды? Мынау кім беді? Бізде мынау АК еді. Дұрыс па? Мынау АК еді. АК ғой? Кесесің ғой? Бала, қайтадан айтамын. Мынау АК ғой? Значит, мынау АК болса, не үшін? Өйткені қайталанып тұр ғой, мен тақтама сызба, Айбол. Мен тақтама вообще сызуға болмайды. Мен тақтама сызба. Значит, Али деп тұр. Значит, 7-мен басталатын кім бар бізде? А бар. Онда мерге нешен қоям? 7-ні қоям. Дұрыс па? Значит, 7-мен басталатын мына жерде бір ақ сан бар. Мынау 7-мен басталмайды, мынау 7-мен басталмайды. Мынау 7-мен басталмайды. Мынау АК-ны ақ қойды. Значит, есептің жауабы 786 болады. Бала, түсінікті ма, түсінсіз ба? Жанмұхамед. Жанмұхамед. Иә. Түсінбедің ба? Түсіндім. Түсінбедің, не үшін үндемей отырсың онда? Өтірік, АБЦД деп варианттар жазып ойнап отырсың ғой сен. Қара, саған үшін пароль берілген. Мына екі пароль берілген саған. Сенің задачаң осы парольдің арасынан Али деген сан қайсыған сай келетін табу керексің. Ол үшін мына жерде ең оңай әдіс мынаған қара. А болып тұр. Мына жерде 7 болып тұр. Онда мына жерге 7-ні қоясың, мерге 7-ні қоясың, мерге 5-ті қоясың. Сай келіп тұр ғой.
мынау а болып тұр, мынау к болып тұр, а болып тұр. Енді Али дегенде адан басталады, ол значит 7 болады. Енді қара, мен а 755-ті ала алмаймын, өйткені ол адан басталып қойды. Дұрыс па? Мен мынаны не істейін ала алмаймын, өйткені ол адан басталмайды. Мынаны ала алмаймын, адан басталмайды. Мынаны ала алмаймын, адан басталады, онда мынаны аламын. Онда Алидің жауабы 786-ға тең болады. Түсінікті ма, түсініксіз ба? Түсінікті. Түсінікті болса келесі есе болды. Жанмұхаммед өтірік оқу бермейді, дұрыстап оқи. Мына жұрттар сияқты есеп шығарсай. Ал енді мынандай қызық сұрақ бар екен. Үшінші есепте дәл сондай есеп. Ал бастан дауытындар. Асықпаңдаршы, өтініш. Пароль. Бізде мынандай пароль берілген дейді. Сейфтің пароль деп ойландар. Ана киноларда бар ғой, сокровище туралы. Сейфтің пароль деп ойландар. Енді дұрыс па? Мынау сейфтің паролі. Енді ашыңдар сейфті. Қайтып ашасыңдар. Жанмұхаммед, шығарып отырсың ба? Жанмұхаммед деймін. Аға, менде дұрыс па? Өтірік шығара бермеші. Аға, қазір мен жіберем. Жанмұхаммед, сенде дұрыс екен, иә? Аға, мен қазір жіберем. Так, Алинұр дұрыс сенде. Аға, менде дұрыс па? Аға, мен жазып жатырмын. Айбол дұрыс, иә? Қазір жіберіп жатырмын. Дұрыс па, ағай? Асхат дұрыс, иә? Жақсы. Бала, сұрау таптыңдар ғой, дұрыс па? Иә, ол 6. Иә, өйткені қара. Мынау и подсказка қайсы болды, мынау болды. Осы жерден т-ның 6 екенін білуге болады, дұрыс па? Иә. Осы жерден, молодцы, т-ның 6 екенін білуге болады. Ал т 6-тан басталған ба? Т 6-мен басталады. Значит, 6-мен басталатын сан мынау ғана есептің жауабы болады. Бала, түсінікті ма? Иә. Негізі бірінші көрген оқушы қорқады бұндай есептерден. Негізі оңай есептер қиын емес. Күшті есептер де. Маған ұнайды, негізі. Ал кеттік. 4-ші шығарыңдар. Аспазыңдаршы, балалар. Айбол, не жаздың? Түсінбедім мен. Ағай, мен анау. Қиынырақ екен, иә, мынау? Әдемі есеп бірақ. Қазір ағай, мен 3
Санды таптым. Аға, менде дұрыс па? Ағай. Жанқұмет қате. Қиын мынау, Жанқұмет асықпасай. Ағай, менде дұрыс па? Айбол дұрыс, иә. Так. Алинур дұрыс. Алинур жақсы, дұрыс. Жанмұхаммед, Асхат, сен екеуің қалдыңдар. Мен жіберем. Ағай, мен қазір жіберіп жатырмын. Ағай, болдым. Керсей? Жібердім. Кім? Асхат дұрыс. Қараңыздар. Жанмұхаммед, сен ғана қалдың ғой, иә, шығармаған. Ағай, менде дұрыс. Қазір жіберем. Асхат дұрыс шығарды, Алинур дұрыс шығарды, Алибол дұрыс шығарды, Жанмұхаммед, сен ғана қалдың. Ағай, қазір. Босайшы. Жанмұхаммед, қате, не істеп отырсың, не? Ойланбайсың ба? Қара. Бірінші подсказка мынау. Жанмұхаммед, бірнеше жауап жібереді. Ағай, енді дұрыс па? Енді дұрыс, иә. Сен бәрін жіберіп шықсай, ол 3 рет жіберуге болмайды, бір-ақ рет жіберу керек адам деген. Аға, мен екінші рет жібердім ғой, мынау отырық қой. 3 рет жібердің ғой, қойшы жалпы. Жақта із жоқ, отырық қой. Тыныш. Балалар, қараймыз. Бірінші подсказка мынау болады. Сонда мынау бір болады, қара. Дұрыс қой, иә? Кездестір ғой, қара. Мынау бір болады, мынау 4 болады, мынау 1 болады.
Значит, а неге тең болады екен? Бір болады екен. А бір болады. З-шы, з бір ақ келсе деген. Енді Санап қараңдаршы, бола ма? ортасында бір бар, қайсы? Ол мынау. Дұрыс па? Келісесіңдер ғой. Значит, д-ның мәні неге тең болады? Д-ның мәні 2-ге тең болады. М-ның мәні 5-ге тең болады. Значит, д-ның орнына 2-ні қоям, м-ның орнына 5-ті қоям. Значит, 2-мен басталатын ол мынау. Значит, ай-дың орнына 6-ны қоям, л-дың орнына 7-ні қоям. 5-пен аяқталатын ол қайсы? 5-пен аяқталатын ол екеу болып тұр. Қайсысы бос? Менде 5-пен аяқталатынын қараңыздар. 5-пен аяқталатын қайсысы бос? Мынау ғой. Менде 5-пен аяқталатынның қайсысы бос? Менде 5-пен аяқталатын мынаусы бос. Онда ай неге тең? Ай 6-ға тең. Ай 6-ға тең. С-шы? С 9-ға тең. Дұрыс па? Енді қарасаң, L нешеге тең? L 7-ге тең. Өйткені мына жерде L-дің 7-ге тең екенін біліп қойдым мен. Мына жерде ше. Мына жерде L-дің 7-ге тең екенін біліп қойдым мен. Значит, мына 7-ні қоям. Оны таппадым, бірақ 7-мен басталатын біреу ғана қалды. Значит, 7-мен басталатын менде мынау ғана қалды. Значит, 7, 8, 3. Есептің жауабы 783 шығады. Бала түсінікті ма? Бала түсінікті ғой, жақсы, ана бір киноларда бар ғой, осындай есептер беріп қояды, ана парольдің ключтерін ашқызады. В общем, қай кинода еді? Бір кинода бар еді осындай. Ал жақсы, келесі 5-ші есеп. Ал 5-ші есеп шығарыңыздар. Аспандашы Жармұхамед бірінші шығарып қате шығарғанша соңғы шығарып дұрыс шығарса. Қайттан айтамын, Жармұхамед бірінші шығарып қате шығарғанша соңғы шығарып дұрыс шығар. Маған сенің үйренгенің керек. О мақама? Өтірік шығарып отыра бермесей. Міне 5-ші есеп, давайте шығарыңыздар. Ал, кеттік. Жақсы есеп. Аға, әжетханаға барсам бола ма? Тез келсе сабақ аяқталайын деп отыр ғой. Тез келсе. Шыдай тұрсай, мынаны шығарып кетсей. Бесте Асхат дұрыс, молодец, Асхат өте жақсы. Керемет. Асхат түсініп қойды тақырыпты. Аға, мен түсіндім. Не? Байқадым.
Балалар болды ғой, иә? Жоқ, ағай. Подсказка мынаған қарасаңдаршы. Ағай, білмеймін, маған дұрыс па? Подсказка, Менде. подсказка осы жерде жатыр. Ағай, менде дұрыс па? Қате. Подсказка тастадым, аф дегенге қарасай. Подсказка сол жерде жатыр ғой. Алинұр дұрыс. Асқат дұрыс. Айбол, Жанмұхамед, подсказка қарасаңдаршы, аф деген подсказка жатыр ғой ана жерде. Екеуі бірдей. Жақсы. Ағай, тоқтаңыз. Ей, подсказканы түсінсе, аф Ағай, деген. қазір. Афқа қарашы. Сөйтті ар жаққа. Ағай, маған екі сан қалды. Бір-ақ сан тапсаң болды ғой, 2 сан табу міндетті емес, дәл осы есепте. Ағай, менде дұрыс па? Қате. Сен қиындатпайшы. Сен жаман қиындат. Ей, Асқат, сызба мен тақтама. Сен қиындатып жіберіп жатсың. Сен мынаған қарашы, міне, мынаған қара, мынаған қара. Мынаған қара, мынаған қара. Болды ғой, шықты ғой сол жерден. Барлығын табу керек, міндетті емессің сен. Болды ғой, шықты ғой. Аф, мына жақта аф, ар жақта болды ғой. Ағай, менде дұрыс па? Дұрыс, иә. Ағай, тоқтаңыз. Нина. Екінші реттен дұрыс, бірақ ұят қой, Жанмұхамед. Сен мысалы тестте келеді осы есеп. Нешта ертең келеді, сен қате шығарасың ба сонда? Жоқ. Сен бүгін почти барлық есеп қате шығардың ғой, Жанмұхамед. Айбол, сен барлығын Айбол, сен не істейсің барлығын тауып? Айтшы, саған не керегі бар барлығын тауып? Сен қара. Мынау аф ба? Мынау 32. Болды ғой, не істейсің барлығын тауып? Ой, Айбол өтірік. Қарашы, Айбол. Так, қара. Айбол, аф ба? 32. Значит, аның мәні неге тең? Аның мәні 3-ке тең. Аның мәні 3-ке тең. Значит, мынау жерде де аның мәні 3-ке тең. Амен басталатын қайсы бізде? Мынау ғана ғой, болды ғой, есеп шықты ғой. Дұрыс па? Түсінікті ма, түсінікті емес па? Түсінікті, ағай. Болды, балалар, жақсы, сау болыңыздар. Үй жұмысына дәл осында есеп беремін, жарайды ғой? Сау болыңыз, ағай. Сау болыңыздар. Recording stopped.